сіздермен бірге біз мына слайм, лизун, пластилиндерді ашып көреміз. Мен бұлар не екенін де білмеймін ішінде, бірақ лизун дедім. Міне бірінші лизун, міне әлі мен ашпағам да, бұл сіздер үшін де жаңалық болады және мен үшін де. Міне бірінші лизун мынандай сырты. Шынымды айтсам, мені кішкене қорқытып тұр десем де болады. Түрім. Қазір бұны ашайық. Цвет өте күшті. Ашып көрейік. Так. Вау. Иісі де күшті, андай бұрынғы витаминдердің иісі де шығады. Бұл қазір кішкене мұздап қапты, себебі мұздай жерде тұрған сияқты менің ойымша. Бірақ өте күшті. Өте жұмсақ. Келесісін ашайық. Бұл осындай, бұны мен ашпадым. Мені ашып көрейік. Мені астында мынандай сандар бар екен. Маған да өте қызық болады, достар. Ой. Короче. Самый волнительный момент. И... Вау. Кішкене мұздап тұр. Достар, міне қараңыздар. Ай, қараңыздар. Өте күшті. Вау, цвет өте күшті. Бірақ өте мұздай, себебі бұны мұздай жерде ұстаған сияқты, әлде бұны мұздай далада суық болғандықтан осындай болып жатыр деп ойлаймын. Бірақ лизун өте күшті, тартылады. Вау. Өте керемет. Келесі бізде мынандай пластилин десем де болады. Өте күшті, достар. Шетке қояйық, және келесі ең соңғы осындай лизун, міне космос. Кеттік. Ой. Вау, қараңыздар. Вообще күшті, қараңыздар. Вау, қараңыздар, достар. Просто күшті. Менің сөзім жоқ. Достар, осы сіздерге 4 слаймның қайсысын ұнады. Және бұл пластилин. Вау, өте күшті. Маған бірінші орынға мен мына
слаймды қоятын ем. Себебі ол өте күшті. Маған сандары мен түсі өте қатты ұнады. Бұның негізінде түсі болмаса да өте қатты ұнады. Келесі менің ойымша мына Лизон, потому что мына өте күшті жұмсақ. Және түсі де күшті. Және мынау үшінші орын. Бұны білмеймін, бірақ бұл да өте күшті. Және мына төртінші орын, себебі бұл да күшті. Маған осы лизондардың бәрі ұнады. Ал сіздерге қайсы лизон ұнаған? Маған комментарияға жазып және каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода осы слаймдарды қалай жасау керек екенін көрсетемін.